Баршаңызға сәлем. Бүгін селедка под шубой салатын жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдын ала суға пісіп, үккіштен өткізілген картоп, сәбіз, жұмыртқа, қызылша және алдын ала тазаланған селедка және майонез керек болады. Әдісімізге алдымен селедкамызды салып жайып аламыз. Майонезімізді жағып шығамыз. Үстіне картопымызды салып, форма шығарып жайып аламыз. Мен бұлардың арасына тұз салмаймын, себебі қайнатқан кезде мен тұз салып қайнаттым. Егер сізде тұз салмаған болсаңыздар, әр слойдың арасына тұз салыңыздар. Үстіне майонез жағып, оны да жақсылап жағып аламыз. Сәбізімізді салып, жайып аламыз да, үстіне майонезін салып, жақсылап жағып шығамыз. Қызылшаны салып, оның да үстіне майонезін жағып аламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын үккіштен бөлек өткізіп алдым. Бірінші ағын саламыз, ең үстіңгі бөлігіне сарысын сеуіп шығамыз. Селедка под шубой салатымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Салима.